Қайырлы күн. Әйгерім Темірқызынан сіздерге жалынды сәлем. Қаларыңыз қалай? Бүгін сіздермен жеңіл капустадан жасалатын салаттың түрін ұсынамын. Сіздер де жасап, өздеріңіз дәмін татып көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Сөз жоқ. Сіздер де бағасын беріңіздер. Бізге керекті капустаны аламыз бірінші. Капустаның бізге керек емес жерінің барлығын алып тастаймыз. Яғни таза емес жерінің барлығын алып тастаймыз. Одан кейін капустаны мына видеода көрсетілгендей етіп, солонка қылып ұзынша тураймыз. Өте жіңішке болу керек. Осы видеода көрсетілгендей етіп тураймыз. Бізге адам санына қарай негізі капустаны көп қоссаңыздар да болады. Болмаса шамалы ғана капустаны турап, кішкене 1-2 адамға ғана арнайы дайындауыңызға болады. Бұл үй жағдайында дайындалатын салат өте жеңіл болады, тез әрі оңай дайындалады. Ешқандай қиындығы жоқ. Бәрін соломка ретінде турай береміз. Осылай соломка турап болғаннан кейін оны біз ыдысқа салып қоямыз. Ыдысымыз өте құрғақ болу керек, алдын ала дайындап қоямыз. Ыдысқа бәрін арқырын салып қоямыз. Ал енді одан кейін бізге қызанақ, бәдірен, қайнатылған жұмыртқа, 1 чеснок керек. Осылардың барлығын мына видеода көрсетілгендей етіп, ұзынша қылып турап шығамыз. Маған негізі 3 жұмыртқа мен 1 қызанақ, 1 бәдірен жеткілікті болды. Яғни сіздерде адам саны көп болса, онда одан сайын көбірек қосып турай беруге болады. Барлығы видеода түсінікті көрсетілген. Барлығын осылай ұзынша қылып тураймыз. Қызанақты да, бәдіренді де, яғни қиярды да. Маған негізі 1 бәдірен жеткілікті болды. 1 бәдіреннің өзімен. Негізі осы мен дайындаған осы салат, осы 1 бәдірен, 1 помидор, 3 жұмыртқа салаты 6-7 адамға жетті. Чеснокты әзірге майдалап тураймыз. Бірақ негізі чесноктың қажеті де жоқ. Кейбір кісілер ашылай ұнатады, кейбір кісілер тәттілей ұнатады. Өздеріңіздің қалауларыңызша. Бірақ біз әзірге чеснокты қоспай қоя тұрамыз. Оған дейін біз жүгеріні қосамыз, яғни кукуруз. Банкадағы кукурузды қосамыз. Қазір менің ыдысым өте кішкентай болды. Үлкендеу ыдысқа мұның барлығын аударып саламын. Енді бізге шамалы ғана тұз және майонез керек. Осыларды қосып араластырамыз. Жақсылап барлығын бір-біріне майонездің барлығы араласқанша араластыра береміз. Біздің салатымыз дайын болды. Енді тәрелкеге салып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Дәмі деген өте тамаша, өте жеңіл, әрі тез дайын болатын салаттың түрі. Міндетті түрде жасап, бағасын беріңіздер. Және төменде лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен Әйгерім Темірқызы.